моншаға барып кірейін деп мамаммен еріп барам, бірақ сол жерде отырған әйелдердің бәрі шу ете қалады. Осы ер бала кіріп келе жатыр, ер баланы кіргізбеңдер деп өзімді таппай қалдым, жоғалтып алдым. Шынымен де не ұл бала, не қыз бала екенімді білмей, біраз көп қиыншылыққа тап болдым. Мені шынымен де қателесіп қалған шығар. Құдай, мен ер адам болып туылуым керек еді, қыз бала болып туылып қалған шығар. Іше бастадым, темекі тарта бастадым. Өлім немесе жаңағыдай кезбеге айлануға сондай бір ойлар мені шырмап алды. Мен осы арақтан өліп қалмауым керекпін мен. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен өзімнің жеке өмірім туралы сіздермен бөліскім келеді. Осы кішкене кезімден бастап, осы Құдай туралы көп ойлана бастадым. Бір кім екен деп ойладым. Және де үйде отбасымызда кішкене әкеміз біраз арақ ішті. Сонда көп кикілжіңдер болды. Сол кездерде мен көп ойланатынмын. Неге осы адам осындай арақ ішеді екен? Неге адамдарда зұлымдық бар? Неге осындай деп өзім көп сұрақтарға жауап іздеп жүрдім. Бірақ та ешбір жауап таппадым. Содан кішкене кезінде өсіп жүргенде, бірақ та әкем мені өте жақсы көретін, мені еркін, сондай өзіне жаңағыдай еркелетіп өсіргендіктен мені бос ұстады. Алдымдағы ағама қарап, соған еліктеп, шынымен де соның істегенін қайталап, солай еркек шора болып, еркек балалар сияқты жаңағындай асық ойнап, үйде мамамды тыңдамай, өзім жаңа ағамның артынан ілесіп солай жүрдім. Сөйтіп жүргеннен кейін өсе мен өзімді ақырын тани бастағанда кішкене менің жүрегімде көптеген қиыншылықтар пайда болды. Шынымен де өзімнің не ер бала екенімді, не қыз бала екенімді түсінбей қалдым. Көптеген адамдар маған қарап күліп, жаңағындай еркек шора деген аттар тағып маған сондай күлетін. Сол кезде мен оны кішкене кезімде шынымен де көптеген көршілерінің айтатын, Құдай деген қателескен, Құдай қалай қателесті екен? Осы сені ұл қылып жарату керек еді деген сөздер, сондай сөздер мен қатты ұстап тұрған сияқты болды. Содан кейін үлкейгенде, өсе келе мен өзімді таппай қалдым, жоғалтып алдым. Шынымен де не ұл бала, не қыз бала екенімді білмей, біраз көп қиыншылыққа тап болдым. Сөйтіп жүріп оқуға түстім, жаңағындай, бірақ жаңағы нәрсе көшеге шығып кетіп бара жатсам, адамдар маған қарап, жаңағындай күліп келіп, жаңағындай ер бала ма, қыз бала ма деп айтып, бәрі бүйтіп бақырайып маған қарап өтіп кететін. Сол кезде маған соның бәрі бір ауыр, бір жүк сияқты, сонда маған қатты жүрегіме қиналдым. Бірақ көйлек киіп алсам, өзімді ер адам сияқты санаймын. Ер баланың киімін киіп алсам, тағы да өзіме ұнамаймын. Сондай менде қатты жүрегімде күйзелістен шеше алмай жүрдім. Ақыры бір жерлерде өзімді өлтіргім келді. Жаңағындай қиналдым қатты осы жағынан. Содан кейін бірде Иса туралы, Құдай туралы айта бастады маған. Шынымен де мен Құдай туралы мені шынымен де қателесіп қалған шығар. Құдай, мен ер адам болып туылуым керек еді, қыз бала болып туылып қалған шығарым деген өтірік ой осы мені ұстап жүрді. Солай қиналып, жаңағындай ішімдік іше бастадым, темекі тарта бастадым. Сөйтіп өмірімде жалғыздық көп болды, жалғыздықпен алып барыстым. Сондай достарымнан да кішкене жеке жүре бастадым, өзіммен өзім. Содан бастап жаңағындай ішімдікке қатты беріліп,
сондай көз алдымда или өлім немесе жаңағыдай кезбеге айлануға сондай бір ойлар мені шырмап алды. Ешбір болашағымды көре алмадым. Институтта оқып жүргенде мен жаңағыдай бітіргеннен кейін мен уже бәрім болды, бітірдім. Әке-шешемді ұятқа қалдырмадым, осы оқуды бітірді деген осындай бір атақ алып беру керек сияқты болды да, содан кейін мен кішкене құладым, қатты құлап мүлдем. Сол кезде маған сіңілім Иса туралы айтып келді. Осындай, бірақ мен осы Исаға қарсы шығып ішімнен де былай өзіне тікелей қарсы шығып, сен маған неге орыстың құдайын айтып келдің? Ол орыстың құдайы, мен мұсылманмын, мұсылман болып туылғанмын, мұсылман болып өлемін деп, сондай оған қарсылық білдіріп, біраз көп енді қайтарып жіберетін. Содан он бірнеше рет айтып келді жаңа сіңілім, бірақ мен осы сіңілімді бір күні шақырып алдым, біраз уақыт өткеннен кейін. Бір жыл ма, сонда бір жылдан асты ма, мен шақырып алдым да, маған тағы да айтып берші Иса туралы дедім. Себебі маған мен құтқарылуым керекпін. Мен 30 жасқа келмей жатып, мен осы арақтан өліп қалмауым керекпін. Мен келісе алмадым жүрегімде. Шынымен де сол арақтан өліп қалатында. Себебі мен бір аяқ бір қолым жаңағыдай тартылып судырғы бере бастады осы арақтан. Сондай бір жүрегім тоқтап қалатындай, сондай бір уже біттім деп солай болды да, мен сол уақытта жаңа сіңілімді шақырып маған, мен апаршы, қайда апарасың, апаршы, маған керек бір құтқарушы деп қауымға мені апарды. Исаға сенетін адамдардың ортасына апарды. Солармен сөйлесіп, жаңағыдай уағыздаушы тура сол күні менің өмірім туралы жаңағыдай айтып отырды. Бірақ дәл сол кезде сол адам аузы арқылы маған Құдай сөйлеп тұрғандай болды. Сол күні мен шынымен де мен өзімде көптеген сұрақтарды жүрегімдегі, неге осы дүниеде жаңағыдай зұлымдық, әділетсіздік бар, неге адамдар соншалықты бір-бірімізге қандай жау болып кеткенбіз, екі ауыз сөз болса бір ауыз сөзінде ұрсысып кете береміз, я болмаса бір-бірімізді жақтырмаймыз, әртүрлі жаңағыдай балағат сөздер айтып адамдар, сол маған қатты әсер ететін. Сол жерде мен Құдайдың бір үлкен сүйіспеншілігін көрдім сол ортадан. Шынымен де Құдайды тапқандай, сұрақтарыма тапқандай болдым. Сол уақытта мен бірден жаңа Құдайдың сөзін айта бастаған кезде мен жүрегімде шынымен де маған керекті осы жер екен деп өзімді солай қабылдап, сол жерде Исаны жүрегіме шақырдым. Құдай, менің жүрегім соншалықты жаман болып кетті, ашушаңмын. Сөйтіп сол күні Иса Мәсіхті жүрегіме қабылдап, менің патшам болшы, менің жүрегімді тазалашы. Себебі мен күнәһармын, ашушаңмын, екі сөздің басын қоса алмаймын. Жаңағыдай әртүрлі жаңағыдай күнәлардан мені босатшы деп, Иса менің жүрегіме келші деп шақырып, Исаны өзімнің құтқарушы Құдай екенін мойындадым. Сол күннен бастап Иса Мәсіх менің жүрегімде көптеген өзгерістер алып келді. Құдайдың тыныштығы, қуанышы келді. Жаңағыдай Құдаймен қалай сөйлесу керек, Құдайдың кім екені туралы мен біле бастадым. Сол біле бастау арқылы жаңағыдай Құдайдың сөзін оқып кел кітапты. Сол арқылы Құдайды танып, және де Құдай маған жүрегімде керемет бір құдіретімен мен жаңағы арақтан босатты, темекіден босатты. Жаңағыдай жүрегімде
маған қарсы айтқан жаңағы әйел адамдардың көптеген саған Құдай қателесті, сен еркек бала болып туылуың керек еді деген сөздерден соншалықты мені сол сөздер жетелеп бүйтіп жіппен байлап жүрген сияқты, сол жаңағындай сөздерден босатып, сол айтқан адамдарды кешіріп, жүрегімде маған қарсы әрбір айтылған жаңағындай сөздерден ол босатылып, сол жаңағындай сөздің қаншалықты құдіреті бар екенін ұғына бастадым. Жаңағындай бізде де кішкене балаларға да кейде дұрыс сөйлемей қаламыз. Жаңағындай сол сияқты соның бәрі қате екенін көріп, жаңағы Құдаймен жүрегімде тазалап, бәрін сондай бостандыққа жетіп, қуанышқа кенелтіп, жаңағында өз-өзімді жоғалттым дедім ғой. Сол жоғалту, ол жаңа басқа адамға ұқсағым кеп, ағама ұқсағым кеп, соның айтқанын, істегенін қайталап, соның артынан елесіп жүрген, соның бәрінде сол уақытта мен өзімдегі бар қазына, мендегі бойымдағы ұйықтап қалған екен. Осы қазына, осы бүкіл қыз балаға, әйел адамға тән қаншалықты керемет, зор, керемет Құдай жаратқан негізі әйел адамдарды. Соны мен көре алмағанмын, соны білмегенмін. Сөйтіп Иса Масихты естіп, Исаны жүрегіме қабылдап, қабылдаған күннен бастап, ол менің жеке өміріммен өзі қызмет ете бастады маған. Сонда мені арақтан босатты. Кішкене кезімде жаңағы өзім ер адамға ұқсадым дедім ғой. Сол нәрсе мен үшін өте үлкен қиындық болған. Жаңа моншаға барған кезде, моншада жүрген кезде, моншаға барып кірейін деп мамаммен еріп барам, бірақ сол жерде отырған әйелдердің бәрі шу ете қалады. Осы ер бала кіріп келе жатыр, ер баланы кіргізбеңдер деп. Или олар қалжыңдап айта ма, или күліп айта ма, мен білмеймін, маған бірақ ол нәрсе өте ауыр болды. Ауыр кейін, сол кезде де болмаса да, мен өз-өзімді былай жаңағындай кейіннен бір жеке былай санай бастағандықтан, осы нәрседен мені Құдай азат етті. Құдай мен өмірімде қаншалықты мен жүрегімде өзім білмейтін жаңағындай құпия нәрселердің бәрін ашып, мені осы азат етіп, қайтадан осы қызға тән қасиеттер өмірімде қайтадан тірілтіп, сол оянып, менің жүрегімде кереметтей ол жаңағындай өзінің жұмысын көрсетіп жатыр. Және де темекіден арылтты, арақтан арылтты. Қазір маған тамаша осы күйеу берді, тіпті айта алмаймын, мен осы соншалықты маған мен құрметтейтін, және де мені сүйетін жақсы жар берді. Құдай осындай керемет Құдай біздің бақытты болғанымызды қалайды. Осы жүрегімде қуанышыммен сіздермен де бөліскім келіп, осы сіздер де сондай бір қиыншылықтар болса, осы Иса Масихке назар аударсаңыздар, сұрасаңыздар, ол сіздердің өмірлеріңізді өзгерте алады.